Бәріне сәлем. Бүгін етті пирог пісіреміз. Тегешке қамыр илейміз. Ол үшін ең алдымен ыстық су және ол ыстық судың үстіне май құямыз. Оның үстіне қасықтың 4/4 бөлігі азырақ етел саламыз. Араластырамыз. Суға 1 шымшым тұз саламыз. Енді аз-аздан салып тұрып қамыр илейміз. Енді мына қамырды холодильникке 15 минут, 30 минутқа қойып қоямыз. Енді пирогтың салмасын жасаймыз. Ол үшін бізге фарш керек. Мынау алдын ала котлет қылып жасай қойғам, сондықтан енді оны фарш қылып қолданамын. Тауық етінен, сиыр етінен, қой етінен, барлық еттен алып жасай береміз. Ағарда мына пиязды турап саламын. Мұндақта турамыз. Енді мына фаршқа пиязды саламыз. Тұзын, бұрышын өздеріңіз дәміне қарай саласыздар. Мен мұнда котлетті ұнтақтап турадым. Фарш қалмағандықтан. Духовкамызды 170 градусқа қыздырып қоямыз. Холодильниктен тестін алдық. Енді арқарда оны екіге бөлеміз. Біреуін кішірек, біреуін үлкенірек қылып. Екі бөлікке бөлеміз. Және қамыр жаямыз. Противеньке ұн сеуіп аламыз, немесе май жағамыз. Қамырымызды осы жерге әкелеміз. Екінші бөлігін жайып аламыз. Оның ішіне жаңағы жасаған фаршымызды саламыз. Тұзын, бұрышын мен алдын ала фаршқа котлет жасағанда салып қойған. Енді мына екінші бетін саламыз. Енді шетін сізге қалай ыңғайлы солай жағамыз. Манты жапқан сияқты елочка қылып та жасауға болады. Видеомда орысша, қазақша сөйлей берем. Таза қазақша сөйлеймін деп айта алмаймын. Себебі біздің мемлекетіміз көп ұлтты мемлекет. Біздің орыс көршілеріміз көп. Сондықтан орыстың кейбір сөздері біздің сөйлеу мәнерімізге кіріп кеткен. Ортасын тез қойға болады, испарение болсын деп. Сыртына жұмыртқаның сарысын жағу керек. Пирогды духовкадан алдым. 40 минут мөлшерінде пісті. 180 градуста.
Енді бетіне май жағамыз, немесе су себеміз. Содан кейін кішкене қойып қоямыз. Жұмыртқа жақсаңыздар, беті жылтырап тұрады. Мен қазір кішкене су басып қоямын, кішкене жұмсару үшін. Қарағандарыңызға рахмет. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналыма жазылыңыздар. Да-да-да. Это кусочек. Шо-шо. Хватит. Дай мне. Нужно отсунуть и попробовать. Пила вкусный.